Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайында люля кебаб дайындайтын боламыз. Мен бүгін сиырдың тартылған етін қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қойдың немесе тауықтың етін қолдансаңыздар болады. Пиязды алып жұқалап тураймыз, немесе үткіштен өткізіп алсаңыз болады. Bir үлкен сарымсақ қостым, және де үткіштен өткізілген бір сәбіз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз және де кішкене су құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған фаршымызды осылай қолымызға алып дөңгелетіп, таяқшаға, шпажкаға орналастырып шығамыз. Барлығын түйреп шыққаннан кейін 180 градуста қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Осымен біздің люля кебаптарымыз дайын, өте дәмді болып шыққан. Осы рецепт бойынша жасап, отбасыларыңызды қуантыңыз.